Сәлеметсің бе озат оқушым, бүгін бізде 86-шы сабақ заттың сынын білдіретін сөздер. Заттың сынын білдіретін сөздер қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді, озат оқушым. Бірінші жаттығу, мәтінді түсініп оқы, біздің көшедегі мәшинелер. Біз білетін көлік түрі сан алуан. Солардың бірі жедел жәрдем. Онда дәрігер, мейірбике болады. Тағы бір мәшинені ешкім тоқтатпайды. Бұл көлікті бірден танисың. Өрт сөндіргіш мәшинелер от сияқты қызыл. Мұнда өрт сөндірушілер отырады. Бұл мәшинелер тез жүреді, себебі оларға өртті тездетіп сөндіру керек. Біздің көшеде мәшинелер өте көп. Әр қайсының өз ісі бар. Балдырған журналынан алынған мәтін екен, мәшинелер туралы. Яғни бұл мәтінде қандай көліктер айтылған? Жедел жәрдем және өрт сөндіруші мәшине туралы айтылған екен, Жедел жәрдем өрт сөндіргіш мәшинелер не үшін керек? Қалай ойлайсың, озат оқушым? Жедел жәрдемде дәрігер мен мейірбике отырады екен. Ол ауырған адамға барады, ауырып қалған адамдарға. Ал өрт сөндіргіш мәшинелер болса, бір жерде өрт шыққан болса, сол өртті тездетіп сөндіру үшін тез зымырап барады екен, ол көліктерді ешкім тоқтатпайды екен, Тағы да қандай көлік түрлерін білесің? Өз ойыңды айтып көр, озат оқушым. Келесі бізде екінші жаттығу. Екінші жаттығуда жұмбақты көшіріп жаз, шешуін тап дейді. Бүгін киген ақ тоны, ертең болар қара тон. Қара тоны аздан соң болып кетер ала тон дейді. Бұл не жайында айтылған? Не елестейді көзімізге бұл жұмбақты оқыған кезде? Қалай ойлайсың? Жер екен, ол? Мысалға, қыста бүгін киген ақ тоны дейді. Әппақ тон кигенде қар болып жатады екен. Қар ерген соң ол қара тон болады екен. Содан кейін ол қара тон аз уақыт өткен соң көктем болып, жасыл шөп, қызыл ала гүлдер өсіп, ала тон болады екен, озат оқушым. Яғни жұмбақтың шешуі жер болды. Енді осы жұмбақтан қандай деген сұраққа жауап беретін сөздерді тауып көрейікші. Ақ, ақ тоны. Қандай тоны? Ақ тоны. Одан кейін қара тон. Қандай тон? Қара тон. Сосын ала тон, қандай. Яғни заттың түсін білдіріп тұрған сөздер екен, қандай деген сұраққа жауап беріп тұр. Келесі бізде үшінші жаттығу. Берілген белгілері бойынша не екенін тауып жаз дейді. Әдемі түрлі түсті гүл. Сақ, қорқақ, тез жүгіреді. Ол қоян деп жазсақ болады, Тәтті, қызыл, алма деген жеміс елестейді екен, ары қарай. Мінекей осы көп нүктенің орнына мына берілген сөздердің белгілеріне қарай гүл, қоян және алма деген сөзді қойып жаздық. Ал сен өзің қандай сөз қойып жазғың келеді? Соны да қойып жазсаң болады, озат оқушым. Бірақ жазатын сөз осы берілген сөздердің белгілеріне сәйкес болу керек, Ол әдемі, түрлі түсті, немесе кемпір қосақ деп жазсаң болады, немесе жаңағыдай гүл, не болмаса көбелек деп жазуға да болады, Әдемі, түрлі түсті деген белгілер бойынша. Мінекей, озат оқушым, біз бүгінгі ана тілі сабағының 86-шы сабағын аяқтадық. Ана тілің арың бол, ұятың боп тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп Қадыр Мырза Әли атамыз айтып кеткен екен, Яғни ана тілін біліп, жақсы оқып, басқа барлық тілді білсек те өзіміздің қазақ тілімізге құрмет көрсетуіміз керек екен, озат оқушым. Мінекей, түсінбеген сұрақтарың болса, видеоның астына жаза кет, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Келесі сабақта көріскенше сау бол, озат оқушым.